Ассаламуалейкум баршаға. Күнде турник тартылса не болады? Бүгінгі видеода айтамыз. Турник тартылып үйренгіңіз келсе, жоғарыдағы сілтеме арқылы кіріп көріп кетсеңіздер болады. Турник тартылу ең танымал жаттығулардың бірі. Арқаның бүкіл бұлшықетіне және де бицепс, предплечье бұлшықеттеріне жақсы көмектеседі. Егер де күнде турник тартылсаңыз, денеңізге не болады? Алғашында турникке тартылу біраз қиын болады, бұлшықеттеріңіз ауырады, бірақ бұл ары кетсе бір аптаға ғана созылады. Арқа бұлшықеттері және бицепс бұлшықеттері және предплечье бұлшықеттері ауырады, бірақ бұл уақытша нәрсе. Бұған төтеп берсеңіз, сізді алдыда үлкен жетістік күтіп тұр. Дәл осылай ауырсынумен алғашқы аптаны бітіресіздер. Екінші аптада сіз уже өзіңізге біраз күш кіргенін сезе бастайсыз. Хват мықты болады және бұлшықеттеріңіздің ауруы қояды. Яғни сіз уже бұлшықеттеріңізді нагрузкаға дайындадыңыз. Сіз бұл кездерде уже ақырын трюктарды үйреніп бастасаңыздар болады, яғни воркаутпен айналысуға уже болады деген сөз. Бірақ бастапқыда базаны дамытқан дұрыс. База деген бұл турник тартылу, брусья жасау және отжимание. Екінші аптада сіз уже турник тартылудың біраз оңайлағанын сезесіздер. Және де количество біраз көтеріледі. Количество қалай көтереміз? Жоғарыдағы сілтеме арқылы кіріп көрсеңіздер болады. Үшінші аптада сіз уже бұлшықеттеріңіздің өзгеріп келе жатқанын байқайсыздар. Жай ғана турник тартылып қоймай, сонымен қатар базалық жаттығуларды бірге алып жүрсеңіздер, сіздер жақсы денені шығара аласыздар. Сіз уақыт өте келе физикалық күшіңіздің артқанын сезесіз. Қиын силовой элементтерді орындап, уже үйрене бастайсыздар. Силовой шығуды үйренгіңіз келсе, жоғарғы сілтеме арқылы өтіңіз. Және де басқа осындай трюктардың түрлерін көргілеріңіз келсе, жоғарғы сілтемесін қалдырамын. Сол жерден көріп, лайк басып, коммент жазып қолдап отырыңыздар. Сау болыңыздар.